Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге жағдайында осындай пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры өте жұмсақ болып шығады, және де жасау жолы өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалады, және де көп уақытта алмайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнауы керек, және де осы видеоны толық соңына дейін көріңіздер. Кеттік. Ең алдымен бізге 350 грамм суыма мен бір ас қасық дрожжи салдым, және де құттай ас қасықпен тұз салдым, және де үлкен ас қасықпен секер салдым, яғни кішкене дәмді тәтті болу үшін. Және де осы ас қасықпен мен сұйық май қойдым, 2 ас қасық сұйық май қойдым, және де осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Яғни ішінде бізде комашка пайда болмау керек, сол үшін барлығын толықтай араластырып алатын боламыз. Жақсылап барлығы толық араластырғаннан кейін жайлап осылай ұнымызды үстіне салып, бірінші осылай қасықпен барлығын араластырып алатын боламыз. Міне барлығын араластырып алғаннан кейін ендігі кезекте тағы да үстіне ұнымызды салып, ары қарай мен қолыммен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыры менде осыған ұн кетті. 450 граммдай ұн кетті. Онда көп қосып жібермеңіздер, яғни қамырымыз қолымызға жабыспайтындай, бірақ жұмсақ болу керек. Міне осылай қолыммен ары қарай жалғастырып, осылай араластырып қамырымды иледім. Міне көріп тұрғандарына осындай масса пайда болады. Міне қолға жабыспайды, және де жұмсақ болып тұру керек. Ендігі кезекте жайлап осылай орамалмен үстін бетін жауып, мен бір жарты сағатқа қойып қойдым. Міне достар, менде қамырым осындай мөлшерде көтерілді. Міне жарты сағаттың ішінде жылы жерге қойып қоясыздар, осындай күшті болып көтеріледі. Осы қамырдан менде 43-тік пирожки шықты. Міне осы қамырмен сіздер жасап көріңіздер, өте жұмсақ, сочный болып шығады, дәмі өте керемет болып шығады. Печеньелі пісірсеңіздер де аса қатты болып күйіп кетпейді, барлығы толық жақсы піседі. Ары қарай осы бөліктерге бөліп, алдын ала мен начинка дайындап қойғам. Осылай начинка өз қалағандарыңызды начинкаларын салып, ішіне осылай дайындасаңыздар болады. Міне достар, сіздер жасап көріңіздер осы қамырмен. Видеоны лайк басып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.